Сәлем достар. Бүгін біз сүтті қыз, яғни молочная девочка тортын дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ыдысымызға қоюлатылған сүтімізді құйып, қоюлатылған сүтіміз бұл жерде бізде маңыздысы сапалы болу қажет. Қоюлатылған сүтіміздің үстінен жұмыртқамызды салып, жақсылап миксерлейміз. Үстінен бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып жақсылап миксерлейміз. Онымыздың үстінен қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып алып, сұйық массамызға қосамыз. Жақсылап миксерлеп, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Массамыз қоймалжың әдемі болып шығады. Мен корждарымды пирог пісіретін ыдыста пісіріп алдым. Сапалы пергамент қағазына керек пішімді сызып, солайда пісірсе болады. Кремін випакпен жасадым. Ол үшін бізге ыдысымызға випакты құйып, жай жылдамдықпен бастап миксерлейміз. Кішкене қоюлана бастаған кезде жылдамдығын ұлғайтамыз. Үстінен сахарный пудраны қосып отырамыз. Сол кезде креміміз қоюланып әдемі болып шығады. Корждарымызға кремімізді жағып, өз қалауымыз бойынша әсемдейміз. Осымен біздің сүтті қыз тортымыз дайын. Өте оңай рецепт, сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде тәтті болып, әдемі болып шығады. Ас болсын, каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.